Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Жартылай ысталған әрі халал үй сервелатын, яғни шұжық дайындаймыз. Қолдан жасалған керемет дәмді үй шұжығын жасауды сіздерге қыр сырларын жасырмай үйретемін. Оған дейін қиын болмаса тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Ал онда бастайық. Бұл сервелат сиырдың еті мен тауықтың сан етінен жасалады. Сиырдың еті құрғақтау болған соң тауықтың сан етінен қосамыз. Ол сонда нәрлі, сөлі бойында дәмді болады. Мына жерде 1 килограмм тауықтың сан етін алғанмын. Алайда сүйегінен сылып алғанда 700 грамм қалды. Жалпы тартылған етім аздау болып қалды, 1 килограмм боп. 700 грамм тартылған тауыққа 1 килограмм 400 граммда ет алуға болар еді. Яғни етті 2 еселеуге болады. Ет тартқыштан тартып жатқанда сарымсақ, яғни чеснокты да өткізіп жібереміз. Енді дәмдеуіштер саламыз. Жалпы барлығын мынандай сүзгіштен дәмдеуіштерді өткізіп алсаңыздар дұрыс болады. Жаңағы етке дұрысырақ сіңеді. Мен ұмытып кетіппін осы жерін. 1 килограмм етке 10 грамм нитрит кетеді. Менде ет пен тауық 1 килограмм 700 грамм болғаннан кейін 15 грамм нитрит тұзын салдым. Нормадан көп салуға болмайды. Бұл нитрит тұзы шұжықтарға арналған консервант тұз. Етіміздің түсі ақшыл қызғылттау реңк болып тұрады және ысталған дәм береді. Енді кәдімгі тұздан саламыз. Қара бұрыш, паприка және фосфат тұздан. Бұл фосфат тұз бізге ет құрғақ болмас үшін керек. Фосфат тұзын 2-3 граммнан артық қолданбаймыз. Содан кейін эффект дәмдеуші керек, ысталған дәм береді және финский деген дәмдеуіш көбінесе сервелатқа қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз, ақ жіптері көрінгенше 4-5 рет ұрғылаймыз. Содан кейін мұздатқышқа қоя тұрамыз 1-2 сағатқа. Термометріміз +8, +12-ке дейін болу керек. Немесе уақытыңыз көп болып жатса, тоңазытқышқа 8-10 сағаттай сақтаса болады. Сол температураға енеді сонда. Енді жасанды қабықтардың әр түрлісі болады. Менде осындай түрі. Қалайтын ұзындығыңызды қиып аласыз және жұмсару үшін жылы суға 5-10 минутқа жібітіп қоясыз. Шұжыққа арналған шприцке массаны саламыз. Шұжық шыққанда ең бірінші шыққан бөлігін алып тастаймыз, ауа кіріп болып қалмас үшін. Енді қабықты кигізіп, аузын жіппен байлаймыз. Жіп бізде шпагат деп аталады. Өстіп ұстап тұрып, нығыздап, нығап тығыздаймыз. Соңын тағы жіппен байлаймыз. Бір сервелат шұжығымыз пісіруге дайын. Енді ет тартқыштан да осылай өткізіп сервелат істесек болады деп сіздерге көрсетейін дедім. Мен бұрынғы электр ет тартқышыма осындай шұжыққа арналған саптамаларды бөлек сатып алдым. Біреуі үлкен шұжыққа, біреуі ши шұжыққа арналған 2 құрал. Енді осылай қолмен ұстап тұрып, нығап, нығыздап тығыздаймыз. Соңын тағы да жіппен байлаймыз. Енді бізге пешке арналған термометр керек болады. Осындай 80 градус болу керек. Осы 80 градуста 2,5-3 сағаттай пісіреміз. 1-2 сағат 20 минуттан кейін етке арналған термометрді салып қарап көрсеңіздер болады. Егер термометр 65 плюс 72 градусқа дейін болса, бұл дегеніміз шұжықтарымыз дайын болды деген сөз. Ыстықтай кезінде жаңа туралған түрін сіздерге көрсетейін.
қараңыздаршы, қандай керемет. Anne. Колбаса. Мен балонға қойдым колбасын. Мінекей, мынау келесі күнгі кескен шұжығымыз. Өзі тығыз, иісі жағымды. Сіздер сапалы үйдің қолдан жасалған сенімді шұжығын жасап үйрендіңіз. Енді үйдегілерге істеп беріп, таңғалдыру ғана қалды. Жасалуы қиын емес. Сұрақтарыңыз болса сұрап, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Лайк басып тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздер үшін тырыстым, менің оқырмандарым. Астарыңыз дәмді болсын.